Сөйтіп бүгінде шықтық, енді басқа қаладан, басқа мемлекеттен. Италия, автобусная станция Милана. Басында жептері қорқытқан жұрттар. Бұл жерде көп карманниктер бар. Көп қорқынышты нәрселер болады. Қазір соның бәрін көреміз. Қалай болатын. Так, негізі метроға кіру керек еді. Сәл алға қарай жүрсем, вроде мынандай нәрсе шықты. Метро не метро. Бірақ кіріп көрсек. Жағы осындай. Метро екен, шынымен. Енді тек қана подходящий мынандай нәрсе тауып, билетті алу керек. И все. Сөйтіп шынымен осы жақып шықты. Ешқандай ағылшынша сөздер болмаса да. Примерно тикетке кіріп, именно қандай тикет керектігі. 24 сағатқа 3 күнге сосын 10 дейді. 10 күн емес шығар, енді білмеймін бірақ мен тағандаған қазір 90 минуттық болды. 2 евроға. Сосын окей басып. Короче, мына жақтан бағасы шығады. Мына жаққа карточкаңызды қоясыз. И барлығы болып болғаннан кейін мына жақтан билет шығады. Так, билеттің түрі қандай? Қазір кіреміз. Короче, Чукчеге ұқсамай маған ұқсап, Миланға келгеннен кейін алған карточкаңызды, билетіңізді мына жаққа тығып әбері болмай, оказывается, мына бір тесікке тығып жүру керек екен. Сол кезде ол мына жақтан шығады. И мынау хрень ашылады. Қандай керемет. Сосын болса, как всегда, екі выбор пайда болады. Или мынау Рихо Фьера Милано. Мына жақтан көруіңізге болады. Жалпы қайқа баратын. Или же мынау екінші вариант Сесто Маджио ФС. Менікі осы болып шықты. Короче, Google Maps-қа кіріп, мысалы үшін осы метро станциядан екінші метро станция қалай жету керек демекші, да? Или в крайнем случае тупить ететін болсаңыз, конечно же, мынаған кіріп, бүйтіп көруіңізге болады өзіңізді станцияңызды. Даже дуомо бар екен. Күшті? Мына жалпы сол баске түскеннен кейінгі андай вид дейді ма? Вроде бы қорқытқанда мынандай көп шұбырып тұрған адамдардың қасында тұрмай, так отдельно тұрып, себебі якобы карманниктер бар. Жалпы мені ұрлайтын ақша да жоқ, по идее. Бірақ сонда да сәл сақтау болып, беха қарап тұрған дұрыс екен. Так, метроны еще сондай екен. Станцияларды айтқанда на итальянском языке айтар екен. Ағылшыншада ештеңе күтпей қойыңыз. Сондықтан сәл ұқыпты болып отыруға мүмкін болатын уақытта сразу отырғызған дұрыс. Метро вагонын тросындай болып шықты. Разрисованный, как мультикті ба. Бір Кайроли деген станциядан түсуге андай қылдым. Себебі бір шет осы жақта негізі бір-екі парктар бар екен. И ары қарай пешкаре, по идее, домыға баруға болады, потому что жоқтан билет қойғам деп па. Анандайсына шығып, крыжасына шығып, Миланды көретін. А пока что тек қана парктарды көріп шықсам. Құдай сақтап қалды, ешкім тиіспеді, ештеңе болмады. Но с другой стороны, вагондардың ішінде скрытая камера бар екен. Мүмкін сондықтан да адамдар жамандықтар
істеуге әрекет қылмайтын шығар. Білмеймін. Сөйтіп бұлардың метро станцияларының жақсы жері. Осындай бір кафешкаларда бар екен кішкентай. Мысалы үшін мен қазір автобустан шыққаннан кейін ештеңе жемегендіктен осы перекусон қылып, кейін ары қарай жүремін деген ойдамын. Кофемізді жеп болғаннан кейін, ішіп болғаннан кейін круассанымызбен ушита деген знактарға қарап, жалпы метро станциясына шығу керек. Метро станциядан шықсақ, осындай красоталарды көруге болар екен Миланнан. Сағат 7:30, күн енді шығып жатыр. Жаңбыр болмайтын сияқты, болмай қойсын да. Себебі бұл жерде мен тек қана 8 сағат боламын. Ето ол 8 сағатын 7 сағатын ғана жүретін шығар. Әрі кетсе. Мини. Жағынырақтан көреміз. Итальянецтердің сонымен жүгіретін әдеті бар екен. Білмеген едім, деп па? Миф о том, что все итальянцы симпатичные, ол миф емес болып шықты, шынымен сондай. Әшейін қазір элементарно метрода отырған өзінде бір өлдім дегенде бір 5-6 шынымен керемет әдемі балдар сияқты болды. Бірақ мен көбінесе сумкамға қарап әйтеуір сумкамнан ешкім ештеңе әкетпесін деген ниетті қарап отырдым. Онша қылмай, внимание қылмай. И даже при таком раскладе сондай результаттар шықты. Сөйтіп, короче, макияж істеп болғаннан кейін тез-тез ешқандай накладные ресницы істемейтін болды бүгіндікке. Мынау дейтін Феден келетін Фиаско Кастелло, Франческо Кастелло. Әйтеуір бірдене Кастелло екен. Осындай бар. Жан-жағымда азанымен жұрттар жүгіріп жатыр. Жасынан бастап, кішісіне дейін, қыздан бастап, еркекке дейін. И, короче, осы парктың арқа жағынан қарайтын болсақ, сояқта бостандық аркасы болу керек екен. Қазір сояққа барсақ. Шынымен жұрттар бәрі жүгіріп жатыр. И мына жағына мынандай бір старинный зданиялар бар екен. Очень даже ничего. Күшті. Таза ауада. Бүгін вторник. И сондықтан рабочий неделяны бастаудың қандай керемет варианты. И мынау бағанағы замок. Замокқа вход платный, не платный білмеймін. Бірақ ар жағынан жүретін болсақ, точнее, ішіне қарап жүретін болсақ, сол бостандық арқасын көруге болар екен. Жүріп айналып жүргеннен. Раз еш жағы екен. И вроде бесплатный. Ең жақсы. Жазулармен. Турасында фонтан бар екен. Бірақ сол жерде арка бар ма жоқ па? Қазір тез көрсек. Прикольная статуя. И, надеюсь, арка... действительно, арка соқта екен. Арка свободы. Қазір көреміз. Получается, анау бір үлкен замоктың ішіне осындай тағы бір мини-замок бар. Или мини-помещение. Қызық? А мынау шыға берістегі высотасы мынандай. Значит, қойылған фундаменттің өзі әжіп тұрақ болған. И ары қарай жүгіріп кетсек. Сөйтіп асығыспен бағанағы замоктан жүгіріп шығып, парктың ішіне кіріп кеттік. И ары қарай уже бағанағы андай болу керек.
Арка свободы. Мына жақта су ағып жатыр. ИТД, ИТП деп па. Сөйтіп, наконец-то осы парктың ішінде адасып. Бірақ соңында да өзімнен Арка свободамны таптым. Та-дам деп па. Қазір қасына барып суретке түсеміз. Олай да былай да. Сөйтіп болса парктың шығысында жұрттар боевыми искусствами занимаются деп па. На жақта біреуі силовыми какими-то искусствами занимается. Ну, типа, лифтинг. Heavy lifting. А мына осы, как в Париже дейсің ма? Күшті, әдемі. Сөйтіп енді 5 секундтай осы Арка свободаны суретке түсіріп болғаннан кейін ары қарай Дуомоға барайын деген ойдамын. Себебі бұл жерде уже қарайтын нәрсе қалмады. Бұл ең ақырғы и ең ұзақта орналасқан, как бы, бүгіндікке көретін памятнигі да. Сондықтан қазір енді жай-жаймен артқа қарай жүруді бастаймыз. Кастелло Сфорцеско екен. Бағанағы көріп отқан зданиямыз. Бостандық аркасынан кейін қайтадан осы жерге келу керек екен. Дуомоға барам десем. 1 сағат қалды. Жүріп баруым керек бар. Кастелло Сфорцеско. Не болса да. Короче, наконец-то Кастелло Сфорцадан шықтық. Алдында фонтанчигімен. Ары қарай тек қана тік қарай жүреміз. Бағана жақтан Сан-Бабило деген станциядан шығып, себебі соборға дейін пешкаре жүру өте ұзақ болған үшін осындай бір айналысқа кеп қалдым. Әдем сияқты. Дуомын іздеп жатырмыз, ескерту. Таптық, анау ғой Дуомының төбе жағы. Сөйтіп Дуомоға кіру билеті 9:30-да басталса, мен уже 15 минут артығымен кеп қойыппын. Мінекей сағат 9:15. Сөйтіп осы жеттік Дуомоға. Чуть-чуть непонятно, анау жұрттардың барлығы алдына тұрып алып суретке түсетін жер қайда екен. Мүмкін ар жақта шығар. Мына жақта прям андай, или скорая помощь. Мүмкін біреу төбеге шығып сразу жаман болғаннан кейін түсіріп жүрген шығар. Бірақ соны қазір төбесіне шығып көреміз. 15 минуттан кейін әлбетте. И алдынан суретке түсіретін жерді іздеу керек. Сөйтіп ар жақтан жүре беріп. Мына жақта типа постройка батқан жер ғой. Вот вам и площадь Дуомо. Бағана осы Сан-Бабилоның орнына осы жерге түскенімде одан да ертерек келетін едім. Мына біреу музей екен. Сөйтіп таптық, алдына қарап суретке түсіретін жерді. А мына походу андай, опять есім ашып кетті. Галерея Эммануэла бірдене. Вообще азанымен кофе ішпегеннен кейін уже тамым кетіп жатыр, если честно. Площадьтың турасындай. Жұрттар келіп жатыр. Кетіп жатыр деп па. И мынау бағанағы андай ғой музей. Итальянский флаг пен все такое. Күн болады, походу бүгін жаңбыр жауады. И ар жаққа кіре беру, по-моему, осы жерден басталады. Или мына жақтан. Или изначально ана жақтан барған жерімнен. Ура, мен Миланға келдім деп па. Себебі мынау Эммануэла бірдене деген галереясы. А мына жақта Миланский собор. Не деген әдемі? И бүгіндікке Бельгия оқсап, мысал үшін Франция оқсап, өзім чемоданыммен нёха-беха жүруді ойластырып қойдым. Себебі бұл жердегі андайлар правилалар багажды тастап кететін өте қиын екен.
сағаттап қоятын болсаң, мысалы үшін 1 сағат кешігіп келсең де, 1 сағат ерте келіп қалсаң да, сен багажын қайтарып бермес екен. 1 күнге тастайтын болсаң, опять же та же история, тек қана 1 күн тұру керек. Ана ячейкада тұрады, униоқта адамдар болмайды, все автоматизировано, сол үшін мен бұл жерде 7 сағат болғандықтан рисковать етіп отырмай, жалпы чемоданымды өзіммен алып жүрейін деп жатырмын. Жұрттар қалай қарап, мына қыз жынды ма, анау мынау деп ойласа да. Кого это колышет? Витор Эммануэльдің галереясы шықты. Себебі сыртында оның памятнигі. То ли император болған, то ли король болған. Загуглить едіп па? Короче, осы мен сатып алған билетім негізі музейға алынған билет екен. Нифига ешқандай крышаға емес. Бекерден бекерге кеткен 6000 теңге болды. И уж тем более чемоданмен кіргізбейміз деді. Енді соған бола жылап отырмай, жалпы ары қарай жалғастырамыз. Не істейміз енді, өлеміз ба? Кіре алмай қалдық деп. Так, бағанағы бұлытты нәрсеміз жаңбырға айналды официально. Сөйтіп осы жерге кіре салдық. Жұрттар суретке түсіп жатыр, поза істеп жатыр. Жалпы мына жақта модный домдардың андайлары, киімдері сатылады, кафешки, всякие. На жақта еще маленькая достопримечательность бар. Бухама. Соны бүйтіп айналып шығу керек. Сол кезде как бы удача болу керек екен. И бағанағы бұқаның мынандайсы мына жақта. Жұрттар уже төбесінен шығып жатыр. И мынандай бір сұлулықты көрсеңіздер. Фрескамен неше түрлі нәрселер сызылған. Міне. И міне. И жалпы негізі бұл официально заттар сатылатын жер болса да, жұрттың барлығы тек қана суретке түсумен әвере. Бұнда же осындай бір стилген полына дейін мелочайший детальмен, ұқыптылықпен жасалған. Жалпы осы галереяның түрі іш жағынан, бағанағы сыртқы жағынан. Фрескаларымен, адамдарымен. Вот бұқаны мен барып таппадым. Ол қай андайда екен. Жұрттар да көрінбейді, бірденен үстіне шығып алып, айналып атқан. Сөйтіп, жүріп барып тауып алдым. Во-первых, ана жақта бір группа қытайлықтар бірдеңе істеп атқан екен. Ол жерде бұқа болмады. И бері қарай қарасам, ана жақта действительно бұқа тұр. Жұрттың барлығы қасына суретке түсіп жатыр. Айналып жатыр, на удачу демекші. Күшті? Шығар? Білмеймін. Құдайға серік қоспай қосақ дейсің ғой. Но бұлайша ырымы осындай. Сөйтіп енді Миланды просто аралап жүрмін. Бесцельно. И мына жақпен жүріп жатсам, как раз өзімнің екінші сүйікті винтажный киімдерінің бутигін көрдім. Бірақ бұл жердің айырмашылығы все-таки Милан номер 1 во всем мире fashion сити болғаннан кейін әлбетте бұл жердегі андайлар ценалар тура бір новый киім сатып алумен арзитіндегі ценалар өте қымбат екен. Видеороликті түсірмеген себебі қорқтым. Шынымен. Айқайлап түсірсе кейін сасып қалам ба да бекерге настроением көп құртпайық. Одан қайта миланский примаркты көрсек қалай олар екен.
Бағана осы бір зданияны түсірдім түсірмедім есімде жоқ. Бірақ мына жаңбырдан кейін, точнее, в процессе дождя ол одан сайын әдемі болып көрінді маған. Күшті. Ыстықта емес, салқында емес. Рахат погода. Әшейін юбкада жүрген ба? Негізі жалпы осы Миланға келем деп айтқанда көп мен достарым үстімнен күліп, жалпы неме ақшаң көп па не шопинг істеуге деп айтқан. Как бы Дуомодан басқа көретін жер жоқ қой бұл жерде деп айтпақшы. И короче шынымен сондай болып шықты. Тек қана шопинг. Неше түрлі брендтер зато. И возможно бұл жерде выбор басқаша болады. Бірақ опять же выборны жараса, бұл жерде бәрі нәрсе қымбат болу керек. Удай қымбат болу керек. И сол үшін мен қазір примаркқа кіріп, шынымен соны көрейін деп жатырмын. Рас па өтірік па? Сырты осындай екен. Сөйтіп болса. Вот уже выбор чуть-чуть широкий болу керек, по идее. Хотя сол Рита Оран заттары на андайды көргенбіз біз бұл жерден. Бельгиядан. Сөйтіп негізі изначально осы Миланға келейін деп атқан автобусты ішінде не зарядка андай қылатын толдыратын слоттар жұмыс істемей, не басқасы. Сол кезде ойлағам, осы қалай 8 сағат әшейінен Миланда жүретін шығармын. Яғни болса шынымен көретін нәрсе тек қана бутиктерден басқа ештеңе болмағаннан кейін шынымен ол зарядканы маған не керегі барды дейсің ғой. Ну заодно, точнее зато итальянскийді практиковать етіп, жалпы әдемі балдар көріп, бутиктерді қыдырып, ештеңе болмасаң да, тамақ алмасаң да рахаттанып жүруге болады. Қысқасы, Миланда даже 3-4 сағатты аралау үшін көп қылады ау. 8 сағат не тұрсын. Мен өткендегі Леонға ренжіп жатсам, Леонда хотя бы бір күн подряд әйтеуір болса да бірдеңе көруге болатын еді. Бұл жерде 3-4 сағат, 2 сағат, 2 сағаттың ішінде де көруге болады. А дальше только шопинг. Бағана аркадан кіретін болсақ, осындай бір греческий стильдегі или римский стильдегі колонналар. Опять арка. Күн шығып жатыр, жаңбыр қойды. Құдайға шүкір, оған да рахмет. А то жаңбырмен бірге өзімді жылап жүрейін деген ба? Ессіз кеткен бір күнімді. Сөйтіп бағанағы аркалардан шыға берісте, осындай бір архитектурный произведениялар көріп, очень простой зданиялар болса да, все-таки итальянцы басқаша зданияларды соғып,
Он так в каком-то смысле гармонично, одема кылып, әсемдететін секілді. Уютный, да, вот улицы. Не холодный, не слишком дорогие, не пафосный, а именно действительно для жилья, Дима. Осылай центрдан ары-қарай шығып, жалпы простой халық өмір сүретін, мүмкін киім сатып алатын жерлерді көріп жатырмық, байқап жатырмық. Начально бағанағы аркадан шығып, тік қарай жүріп, жалпы менің ойым, анау бір греческий стильде істелген басқа бір арканы көру болса, мына жақта плюс бонус ретінде және фрескалар бар екен. Христианинский стильде істелген. Иисус Христос, тағы басқандайлар, демекші. Осындай кезде сразу христианинка болып кетесің ғой, или католичка. Черков. Ана жақта жайма бірдеңе сатайын деп жатыр, или сатып жатыр. Оны көру үшін или бірдеңе сатып алу үшін менде бәрібір наличка жоқ. Тек қана картамен саяхаттап жатырмын бұл жолы. Қайта өте жақсы екен вариант. Ештеңені алмай, тек қана официальный супермаркеттер, магазиндер болмаса, мынандай жаймадан ештеңе аламайсың. Бейшара болса қайтып кете саласың. Сөйтіп мінекей мини-паркта отырып, жалпы біраз әңгіме айтайын отырмын. Милан адамдар туралы. Себебі одан бұрын мен қырғын әңгімелерді естіген болдым достарымнан, что типа миланцы на понтах, сен олардың қалаларына кеп қалсаң, басынан басып аяғына дейін бүйтіп оценивающий взглядпен қарап, тура орыстар секілді, керек болса даже беттерін қисайтады деген сөздер қырғын естіген мен. Бірақ менде ондай ощущение болмады. Менің опытым бойынша бұл жерде адамдар тура сол как французы, как немцы, спокойно өзімен өзі жүрген адамдар. Сәл оларға да внимание қылып, знаки уважения көрсететін болсаң, олар да саған дәл соны қайтарады. Бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Бұл жердегі, может, туристердің басындағы идея, тура как оно бельгийцы, сен просто осы жерде болған үшін, в кавычках, сен бетіңге қарап жымиып, білмеймін, сен бетіңге қарап бір жақсы сөздер айтып, сондай нәрсе күтетін шығар мүмкін, білмеймін. Бірақ маған ондай чистой воды подходимство ұнамайды, шын айтқанда. Маған тек қана сол кетіп жатқанда жолымды берсе, сәл-сәл ұрылып қалғанда беттерін қисайтпаса, и сол төбеде айтылған оценивающий взглядпен қарамаса, соның өзі маған үлкен қуаныш болады. Бірақ, опять же, ондай нәрсе мен вообще байқамадым. Бұл жерде жүрген бұл 3-4 сааттай болды. Күнде шықты, жаңбырды жауды, вообще басқа бір округтарға кетіп қалдым деп па. Себебі любой қаланың округтерге бөлінмейді ме, как біз сияқты. И, короче, ондай бір агрессивный или даже нервно настроенный опыт менде вообще болмады. Тек қана өзімнің қателігім болмаса, сол бағандағы Миланский соборға дұрыс емес билет сатып алып, әйтпесем ол кісі де былай кіргіземін деп тұр, шынымен. Бірақ менде қате билет болған. Еще самый дешевый. Сондықтан, ничего бывает, это жизнь. С другой стороны, турист болып басқа мемлекетке келгенде, басқа қалаға келгенде, сіз тек қана өзіңіз үшін осы жерде ойнап, күліп, действительно, қалаған нәрсеңізді жеп, қалаған жеріңізге барып, жұрттың бетіне қарамай, жалақтамай, өзіңізбен өзіңіз как бы самоуверенно, самодостаточно болатын болсаңыз, әлбетте қоршап тұрған адамдар да сізге жақсы қарайтын болады. Ну, как будто бы это свой наш человек деген сияқты. Сөйтіп автобусымызға жетуімізге буквально 1,5 сағат қалғанда, өстіп бірақ қысқа бірақ лайс берсем, артына осыншама құстар жүгіріп келді. Адамның шошымас екен, ішінен қорқпас екен, спокойно бергенін жеп, қанағат қылып бір-бірімен ұрсатын әдеті де бар екен.
қызық. Сөйтіп набережныйның мынандай жағында кәдімгі кішкентай базарчығы бар екен. Ет сататын, продукты сататын, фрукты сататын, овощи сататын. Ну, все крытый, да, просто? Асты сатқан шене жоқ. Сөйтіп қайта берістіктегі андай жол ғой. Ютубтан көрген еді негізі мына за женские права, за насилие, ну, точнее, против насилия, против прав женщин деген сияқты. Осындай бір стенд істелген деп. Осы стенд шынымен мына жақта екен сонда. Типа, женщина это вам не предмет потехи, анау мынау деген тема ғой. Сөйтіп қазір сағат 2. Обед таусылды. Сондалада қазір и школьники, и жұмысшылар. Барлығы кәдімгідей муравейный кружок болып қалған ғой. Барлығы айтыр бір жаққа кетіп жатыр. Асығыс.